Жолдасбаева Мадина Айдарқызы, Ыбырай Алтынсарин атындағы Рудный әлеуметтік-гуманитарлық колледжінің бастауыш білім беру мамандығының 4-ші курс студенті. 4-ші сыныпқа арналған өзін-өзі тану сабағы. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазір бізде өзін-өзі тану сабағы. Балалар, 5 құндылықты рет-ретімен атап өтейік. 1-ші, ақиқат. 2-ші, сүйіспеншілік. 3-ші, дұрыс әрекет. 4-ші, ішкі тыныштық. 5-ші, қиянат жасамау. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді 5-ті ережесін есімізге түсірейік. 1-ші, тәртіп. 2-ші, талап. 3-ші, тыныштық. 4-ші, тазалық. 5-ші, татулық. Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі сабақта ережені есімізге түсіріп, сыныптың тәртібін сақтап, оқып білуге талаптанып, тыныштықты орнатып, тазалықты сақтап, күнімізді татулықпен өткізейік. Сендерге үй тапсырмасына оқулықтың 89-шы бетіндегі толағай аңызын ата-анамен бірге оқып келуге берген едім. Бәріміз дұрыстап оқып келдік деген сенімдемін. Оны тексеру үшін біз ауызша жауапқа пікір айту әдісін қолданайық. Үй тапсырмасын мен кез келген бір оқушыдан сұраймын. Оқушының жауабын тыңдап болғаннан кейін сендер пікір айтып, толықтырулар енгізесіңдер. Жарайсыңдар, балалар. Аңыз не жайлы екен? Аңызда батыр жігіт Толағай жайлы, оның еліне деген жауапкершілігі жайлы айтылған. Балаға неліктен Толағай деген ат қойды? Қалай ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Туған туыстары көркейіп келе жатқан баланы өз атымен атамай, көз тимесін деп Толағай деп атап кетеді. Балалар, неліктен Толағай тауды арқалап келмекші болды? Қане барлығымыз ойланамыз. Жер қуаңшылық тартып, жаңбыр болмай, ел күйзеліске ұшырайды. Толағайды бұл қатты мазалады. Ол ақыл сұрап қарияға барған кезде, қария, біздің жеріміз жазық, бұл үйіріп тоқтайтын тау жоқ, депті. Сол кезде ол еліне тауды арқалап келуге сайланады. Келесі сұрақ, Толағайдың іс-әрекетін қалай бағалауға болады? Менің ойымша, Толағайдың іс-әрекеті дұрыс әрекет болып келеді. Ол өз елі үшін ұйқыға кетті. Оның еліне деген жауапкершілігі өте мол. Балалар, сендер елге қызмет ету дегенді қалай түсінесіңдер? Қане барлығымыз ойланып көрейікші? Ал менің ойымша, елге қызмет ету дегеніміз, адам еліне бір пайдалы дүние жасайды, елінің көркеюіне атсалысады. Ол адамның жауапкершілігі мол болады. Ол адам дербес адам болып келеді. Және де сендерге соңғы сұрақ, дербес адамнан қандай үлгі алуға болады? Жарайсыңдар, жалпы дербес адамнан үлгі алуға болады, себебі дербес тұлға еңбекқор, табанды, белсенді болып келеді. Толағай аңызында Толағай еліне қызмет етеді. Жалпы адам өмірінде елге қызмет ету маңызды. Елге дербес, жауапкершілігі мол тұлғалар қызмет етеді. Ол дұрыс әрекет болып табылады. Сонымен, балалар, біз бұл әңгімеден қандай құндылықты байқадық? Дұрыс айтасыңдар. Дұрыс әрекет құндылығын байқадық. Бүгінгі өтетін біздің тақырыбымыз осы дұрыс әрекет құндылығымен байланысты болып келеді. Біздің жаңа тақырып дербестік және жауапкершілік. Бүгінгі сабақта біздің мақсатымыз дұрыс әрекет құндылығын меңгеруіміз арқылы дербестік пен жауапкершілік қасиетін бойымызға сіңіру. Барлығымыз тақтада ілулі тұрған дәйек сөзге назар аударайық. Біздің бүгінгі дәйек сөзіміз
Жауапкершілікті сезінуден жан атаулы биіктейді. Осы дәйек сөзді барлығымыз бірге оқиық. 1, 2, 3. Жарайсыңдар, ал енді тек ұлдар оқиды. 1, 2, 3. Өте керемет, ал енді тек қана қыздар. 1, 2, 3. Жарайсыңдар, өте керемет. Балалар, сендер бұл дәйек сөзді қалай түсінесіңдер? Қанеки барлығымыз ойланамыз. Жарайсыңдар, ал жауапкершілік дегенді қалай түсінесіңдер? Өте керемет, және үшінші сұрақ, жанның биіктеуі дегенді қалай түсінесіңдер? Қане әркім өз ойын жеткізеді. Жарайсыңдар, балалар, өте керемет. Жауапкершілік адам бойындағы адамгершілік қасиеті. Оны сезінген кезде адам рухани жағынан биіктейді. Тапсырылған іске, міндетке үлкен жауапкершілік сезінеді. Балалар, менің сендерге шағын сыйым бар. Жауапкершілік жүгі әңгімесі. Барлығымыз мұқият тыңдаймыз. Балалар, тыңдап болсақ, менің сұрақтарыма жауап берейік. Әңгіме не жайлы? Неліктен жауапкершілікті арту адам өмірінің мәнін күшейтеді? Сендер үлкен жауапкершілікпен қандай да бір іс орындадыңдар ма? Қане жауап беріңдерші. Балалар, әр адамның өмірінде жауапкершілік болуы керек. Жауапкершілік болған уақытта адамның өмірге деген құлшынысы артады. Егер де жауапкершілік болмаған уақытта іш пысқандық, өмірден түңелу, еріккенділік болады. Сондықтан адам өмірінде жауапкершілік болуы керек. Ал енді шығармашылық іс-әрекет орындайық. Бұл топтық жұмыс. Бірінші топқа, бірінші тапсырма. Барлығымыз тақтаға назар аударамыз. Жауапкершілікті адам қандай болу керектігі туралы өз ойларыңды жалғастырып жазыңдар. Екінші топтың тапсырмасы. Тірек сөздерді пайдалана отырып, әңгіме құрастырып айтыңдар. Тірек сөздер астында берілген. Үшінші топтың тапсырмасы. Оқулықтағы мұратсыздықтың өкініш әңгімесін оқып, жоспар құрастырып айтыңдар. Барлығымызға сәттілік. Жарайсыңдар, балалар. Енді бәріміз бірге «Дос болайық, бәріміз» әнін шырқайық. «Дос болайық, бәріміз» әннің өлеңін жазған Хасенхан Талғаров, әнін жазған Ибрагим Нүсіпбаев. Енді барлығымыз үй тапсырмасын жазып аламыз. Үй тапсырмасына оқулықтағы 94-96 беттегі Сейілғазы Әбдікәрімовтың өрт әңгімесін ата-аналарыңмен бірге оқып, мазмұндап келеміз. Балалар, көзімізді жұмып, еркін жағысайық. Бүгінгі сабағымызды, дәйек сөзімізді есімізге түсірейік. Ішімізден қайталайық. Дербестік, жауапкершілік қасиеті, дұрыс әрекет құндылығы екенін түсіндіңдер. Және адам бойындағы ең асыл қасиет екенін түсіндіңдер. Осының барлығын жүрегімізге салып, көкейімізге түйіп алайық. Ақырындап көзімізді ашуға болады. Оқушылар, бүгінгі сабақ үшін сендерге рахмет. Сабақ аяқталды.